Баршаңызға сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін әдебиеттік оқу пәнінен ортоқпақ ертегісін әңгімелейміз. Бұл 2-ші сынып 64-ші сабақ. Бірінші тапсырма ертегі көбіне қалай басталады екен. Балалар, сендер өздерің білесіңдер, сендерге әжелерің, мамаларың, аталарың, апаларың ертегі оқып берген кезде көбінесе байқасаңдар ертегілер, әсіресе қазақша ертегілердің барлығы бұрынғы өткен заманда, ертеде, ешкі жүні бүртеде деп басталады екен. Яғни сондай сөзді естісеңдер, сендер бірден ертегі басталайын деп тұрғанын білесіңдер. Енді қараңдар, бүгін ортоқпақ ертегісін оқимыз. Бұрынғы өткен заманда бір шал мен кемпір болыпты. Шал мен кемпір малдары жоқ, кедей болғандықтан тұзақ құрып күнін көреді екен. Бір күні шал құрған тұзағын келіп қараса, бір қаз түсіп қалыпты. Шал қазды тұзақтан босатып алып, бауыздайын десе, қаз шалға: "Мені сен босат, менен не сұрасаң, соны бір жылдан кейін ал" дейді. Шал мақұл көріп, қазды босатып қоя береді. Үйіне келіп жаңағыны айтса, кемпірі шалға ұрсады. Шал: "Қой, сен түк білмейсің" деп кемпірінің сөзін тыңдамай жүре береді. Бір жыл өтеді, шал қазға бармақшы болады. Жүре бір жерге келсе, өңкей түйе жайылып жүр екен. Келіп түйештен: "Бұл кімнің түйесі?" десе, түйеші: "Бұл Қазбайдың түйесі" дейді. "Бұл Қазбай баяғы қаз екен" деп шал ойланып тұрып жүріп кетеді. Бір жерге келсе, көп қой жайылып жатады. "Бұл кімнің қойы?" деп қойшыдан сұрайды. Қойшы: "Бұл Қазбайдың қойы" дейді. Шал жаңағы қойшы баладан: "Шырағым, Қазбайдың бұдан басқа несі бар?" деп сұрайды. Бала шалға: "Қазбайдың 3 жақсы нәрсесі бар. Біреуі піс қазаным піс десе, әртүрлі тамақ пісіп шығады. Енді біреуі құс есегім құс десе, алтын құсады. Тағы біреуі ұр тоқпағым ұр десе, адамдарды ұра береді" дейді. Мақұл деп шал жүріп кетеді. Шал Қазбайдың ауылына келеді. Қазбай шалды күтіп алады. Шал Қазбайдан піс қазанын сұрайды. Қазбай сұрағанын береді. Шал алып үйіне келе жатса, бір жерде асық ойнап жатқан балалар шалға: "Ата, түсіп тамақ ішіп кетіңіз" дейді. Шал түседі. Үйге кіріп бара жатып балаларға: "Шырақтарым, піс қазаным піс демеңдер" дейді. Шал үйге кіріп кеткен соң балалар тыңдасын ба, "Піс қазаным піс" деп шулап қоя береді. Сөйткенде әртүрлі тамақ пісіп даяр болады. Балалар қазанды айырбастап алып қояды. Шал шығып қазанды үйіне алып барып, "Піс қазаным піс" десе, еш нәрсе піспейді. Міне балалар, бүгін ертегі осымен аяқталып тұр мына жерде, бірақ бұның жалғасы бар. Енді қараңдар, осы жерден сендерге бірден сұрақ: неліктен Қазбайдан әкелінген қазанда еш нәрсе піспей қалды? Бұл белгілі, себебі балалар сиқырлы жаңағы піс қазаным піс дегенде әртүрлі тамақ пісетін сиқырлы қазанның орнына жай қазанды айырбастап қойды. Оны ата білмей қалды, міне себебі балалар қазанды айырбастап қойды дейді. Енді 3-ші тапсырма: балалардың іс-әрекетіне өз көзқарасыңды білдір. Мен өз көзқарасын былай білдірдім: балалар үлкенді тыңдамайды, өтірік айтады, алдайды деп білдірдім. Себебі олар атаны алдап, жаңағы атаның айтқанын тыңдамай, қазанды айырбастап қойды. Бұл жақсы нәрсе емес, балалар үлкен адамды тыңдау керек. Енді қараңдар, ары қарай шал қандай көңіл күйде қалды деп ойлайсың? Шалдың көңіл күйі түсіп қалды. Ол мүмкін балалар екенін білмеді, ата әлі білмейді балалар екен. Ол оны Қазбай жасады деп ойлауы мүмкін, Қазбай дұрыс олар балаларға бермеді, дұрыс қазанын бермеді маған деп ойлауы мүмкін ата, Сен шалды қалай жұбатар едің? Мен шалды жұбататын болсам, мен атаға айтар едім: "Сен Қазбайға барып, қазанның орнына басқа нәрсе сұра" деп айтар едім, Оған қалай көмектесер едің дейді. Мені ақылымды айтар едім. Қазбайға барып, мысалы, қазанның орнына түйе, жылқы немесе сиыр сұрап ал деп айтатын едім, Осы бағыттағы ертегідегі оқиғаны аяқта. Егер де мен бұл ертегінің ары қаратай соңын білмесем, мысалы, былай сұрауға болады. Басында бізге ертегіде айтылғанда былай айтылды, Шалдың 3 жақсы нәрсесі бар. Біреуі піс қазаным піс, біреуі құс есегім құс, біреуі ұр тоқпақ деді. Енді ол піс қазанын берді, одан шалдың көңілі қалды. Енді шал барып, ары қаратай 2-ші жақсы нәрсесін сұрауына болады, құс есегім құсты сұрауына болады. Міне мен ары қаратай осыған көңіл бөлетін едім. Жақсы, ары қаратай кеттік.
Келесі 5-ші тапсырма: ертегінің толық нұсқасын хрестоматиядан оқуыңа немесе электронды оқу құралынан тыңдауыңа болады. Енді қараңдар, бұл жерде мүмкін біреуіңде хрестоматия бар шығар, мүмкін біреуің жаңағы электронды оқулық таба алмайтын шығарсыңдар. Сол себепті мен сендерге бірден жалғасын қойдым. Шал қазанды алып Қазбайдың үйіне қайта келеді. Қазбайға бұдан еш нәрсе шықпады дейді. Қазбай қазанды алып піс қазанын піс десе еш нәрсе шықпайды. Қазбай қазанды алып шалға есекті беріп жібереді. Шал есекті алып үйіне қайтады. Жолда келе жатса балалар шалға: ата, асқа түсіңіз дейді. Шал асты тастағысы келмей есектен түседі де үйге кіріп бара жатып балаларға: шырақтарым, құс есегім, құс демеңдер дейді. Балалар мақұл дейді. Шал үйге кіріп кеткен соң ақ балалар: құс есегім, құс десе есек алтын құсады. Балалар есекті айырбастап орнына басқа есек қояды. Шал есекті алып үйіне кетеді. Кемпір: қаздан барып алып келгенің осы ма дейді. Шал есекке: құс есегім, құс десе есек еш нәрсе құспайды. Шал есекті алып Қазбайға тағы қайта келеді. Есектен еш нәрсе шықпайды дейді. Қазбай есекті алып: құс есегім, алтын құс десе еш нәрсе құспайды. Шалға Қазбай ұр тоқпағын береді. Шал ұр тоқпақты алып келе жатса, баяғы жерде тағы да балалар жүр екен. Балалар шалға: ата, асқа түсіңіз дейді. Шал үйге кіріп бара жатып: шырақтарым, ұр тоқпағым, ұр демеңдер дейді. Шал үйге кіріп кеткен соң дәндеген балалар: ұр тоқпағым, ұр дейді. Тоқпақ балалардың әрқайсысын ал кеп ұрып жүр. Балалар тоқпаққа жалынады: ойбай, біз қазаныңды, құс есегіңді берейік дейді. Шал шығып келе жатып естіп қояды. Шал келіп: біз қазанды, құс есекті бересіңдер ме дейді. Балалар: мақұл, әкеліп береміз дейді. Шал ұр тоқпақты қойғызады. Балалар біз қазанды, құс есекті әкеліп береді. Шал біз қазанды, құс есекті, ұр тоқпақты алып үйіне келеді. Сөйтіп мұратына жетеді. Міне балалар, жаңа ертегіні толық нұсқасын тыңдадық. Ең соңында кез келген ертегі негізі жақсылықпен бітеді. Яғни бұл ертегіде де ата яғни жақсылыққа жетті, өз мұратына жетті, мұрат мақсатына жетті деп есептеледі. Яғни ертегінің барлығын жаңағы басында ертеде деп басталса, ертегінің соңында жаңағы ертегі кейіпкері мұратына жетті, мақсатына жетті деп аяқталады екен. Енді 6-шы тапсырмаға көңіл аударайық. Мәтінді төмендегідей ретпен әңгімелеңдер дейді. Яғни мұны топқа бөліп, жаңағы мәтінді сыныпта әңгімелесеңдер болады. 5 топқа бөлініп алып, бірінші піс қазаным піс. Яғни піс қазаным піс туралы әңгімелесіңдер. Яғни шал жаңағы қалай ертегі басталады, шал қалай Қазбайдан барып піс қазаным пісті алады, одан кейін ол піс қазаным пісті қалай балалар айырбастап қояды, ол піс қазаннан ештеңке піспей қалады, осы жерге дейін әңгімелесіңдер. Екінші топ құс есегім туралы әңгімелейді. Яғни ол шал жаңағы піс қазанды шал Қазбайға қайтарып береді да құс есегімді алып келеді. Ол құс есегімді балалар айырбастап қояды. Ол құс есегімді кемпіріне апарса, кемпіріне есек құспай қояды алтын. Одан оны қайтадан Қазбайға апарады. Міне осы туралы айтады. Үшінші топ ұр тоқпағым ұрды айтады. Яғни жаңағы нені айтады? Жаңағы есектен көңілі қалған шал енді қайтадан Қазбайға барып ұр тоқпағын сұрайды. Ұр тоқпағы келіп балаларды ұрып жөнге салады жаңағы. Балалар бір айтқанды тыңдамаған, екі айтқанды тыңдамаған, үшінші айтқанда балаларды жаңағы ұр тоқпақ келіп ұрып, жаңағы балаларды жөнге салады. Міне осы жерін әңгімелейді. Төртінші топ қаздың тұзаққа түсуі дейді. Яғни бұл бірінші ең басында басталайды. Төртінші топ бастайды екен. Көбінесе жаңа тұзаққа түсу, яғни шал мен кемпірдің қандай кедейшілікте өмір сүруі, одан кейін олардың жаңағы қазды тұзақ құрып шалдың аң аулап өмір сүруі, содан оның тұзағына бір күн қаздың түсу, осы жерін төртінші топ айтады екен. Бесінші топ шалдың қазды іздеп шығу. Яғни бесінші топ жаңағы бір жыл өткеннен кейін шал жаңағы Қазбайды іздеп шығады ғой. Сол кезде алдынан жаңағы үйір түйе, үйір қой, үйір сиыр осылар шыққан кезде осы жерді жаңағы бесінші топ әңгімелейді екен. Яғни бірінші болып төртінші топ шығады, екінші болып бесінші топ, үшінші болып бірінші топ, төртінші болып екінші топ, ең соңында үшінші топ айтады екен әңгімеленді. Ертегіні осылай әңгімелейді екен. Келесі ұр тоқпақ ертегісі қай топқа жатады дейді. Енді өздерің ойланып көріңдер осы жерді. Ертегілер жан-жануарлар туралы ертегілер, қиял ғажайып ертегілері, тұрмыс салт ертегілер қайсына жатады деп ойлайсыңдар? Ертегілер. Менің ойымша бұл қиял ғажайып ертегілеріне жатады. Себебі бұл жерде
қияли нәрселер бар, сиқырлы қазан, алтын құсатын есек, ұртоқпақ деген нәрселер адамның қиялынан туған нәрселер. Адам сондай нәрсені қиялдағаннан, армандағаннан, ойлағаннан туындаған нәрсені біз қиял ғажайып нәрселер деп айтамыз, қиял ғажайып ертегілер деп айтады екенбіз. Жақсы, келесі. Енді бұл 39-шы беттегі ертеге берілген суретке зер сал. Мына жердегі сурет. Қандай оқиғаға сәйкес келеді әңгімеле, сен қандай сурет салар едің? Яғни қараңдар, бұл жаңағы ұртоқпақтың балаларды жөнге салып, жаңағы ұрып жатқан жері. Балалар ана жерде қарасаңдар, қораның ішіне құс өсекпен піс қазанды тығып қойған. Ата болса оны қойдырып жүр, жаңағы ұртоқпақты. Балалардан сұрап жүр, құс өсекпен піс қазанды қайтарасың ба деп. Міне осы көрініс екен. Ал сендер қай жерін, өздеріңе қай жер ұнайды, осы ертегінің қай бөлігі ұнайды, сол жерін өздерің суретке салуларыңа болады. Міне балалар, біз ертегінің осымен бүгінгі әңгіменің, ертегінің соңына келіп жеттік. Бұл ертегі сендерге ұнады деп ойлаймын. Ең бастысы, кез келген ертегіні оқыған кезде онан ол ертегіден бір өздеріңе тәрбие алуларың керек. Яғни бұл жердегі ең басты нәрсе үлкен адамды тыңдау, үлкен адамның ақылына құлақ асу, үлкен адамды тыңдау. Яғни адам айтқан нәрсені тыңдау, үлкен адамды жаңағы алдамау деген сөз. Яғни үлкен адамның ақылын тыңдау деген сөз. Міне бұл ертегіде ар жағындағы түп мән мағынасы сендерге сондай. Әрқашан үлкенді тыңдаңдар, үлкенді сыйлаңдар, айтқанын орындаңдар деген сөз. Осындай мағынада айтылған ертегі. Бұл ертегі сендерге ұнады деп ойлаймын. Бұл ертегіні оқу арқылы сендер өмір бойы өздеріңе сабақ алады деп ойлаймын, үлкен адамды тыңдау керек екенін. Менімен бірге видеоны соңына дейін тамашалағандарыңа рахмет. Егер видео сендерге ұнаса, менің каналыма тіркеліп алуды ұмытпаңдар. Келесі видеоларда кездескенше сау болыңдар.